Кеншілер мәдениет сарайы Қарағанды қаласының басты ерекше ғимараттарының бірі. 1940 жылы жергілікті сәулетшілер Бреннер мен Яныштың жобасы бойынша Кеншілер мәдениет сарайы құрылысы басталды. Бірақ Ұлы Отан соғысы кезінде ол уақытша тоқтатылды. Тек 1950 жылдың соңында ғана ғимараттың орталық бөлігі пайдалануға беріліп, ал 1951 жылы Кеншілер мәдениет сарайы толығымен қолданысқа берілді. Ғимаратты құрастыру барысында классикалық үлгі таңдалып, сәулетіне қазақтың ұлттық өрнектері қолданылған. Кеншілер сарайы симметриялық үш көлемдік композициядан тұрады. Олар орталық, театрлық комплекстен тұратын жоғары және төменгі фойе, сахнамен қапталдас бүйірлік кулуар және сахна. Қасбеттің орталық бөлігінде 1,5 метрлік тұғыр бетке орналасқан 6 бағаналы сатылы дің маңдайша салтанатты көркемдік беріп тұр. Дің маңдай бірлігін ғылым және өнерді бейнелейтін 6 сәнді мүсіндермен безендірілген. Олар кенші, құрылысшы, бақташы, колхозшы, ақын және жауынгер. Бұл эскиздердің авторы мәскеулік мүсінші Евгений Вучетич болды. Алдымен олар гипстен жасалған, бірақ 80-ші жылдары олар құлай бастады. Қарағандылық суретшілер олардың дәл осы көшірмелерін сапасы жоғары гипстен жасады. Олардың қызмет ету мерзімі 80 жыл. Облыстың барлық ірі іс-шараларының барлығы осы ғимаратта өткізіледі. Кешен 1000 адамға арналған көрерменде залынан, вестибюльден, жоғарғы және төменгі қабаттағы 2 фойеден тұрады. Ғимараттың фасады 6 колоннадан тұрады. Тұрғылықты халыққа қызмет етіп, өнерге қадам басқан әрбір жанға бойындағы талантын ашуға мүмкіндік жасау сарайдың басты мақсаты. Бүгінде Кеншілер мәдениет сарайы жанында 26 көркем өнерпаздар ұжымы жұмыс жасайды. Олардың 3-еуі халықтық деген атаққа ие болды. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін шығармашылық ұжымдар тату-тәтті жұмыс істеп келеді. Олардың бәріне бірдей жағдай жасалған. Мұнда вокал, хореография, сурет салу, театр өнері, аспаптарда ойнау сияқты өнердің алуан түрімен шұғылдануға мүмкіндік бар. Сарай жанындағы ұжымдар облыс, республика көлеміндегі өтетін іс-шараларға белсене қатысып, жүлделі орындардан көрініп жүр. Кеншілер мәдениет сарайы қаламыздағы сирек сәулет ескерткіші қатарына жататындықтан, бізге саяхаттап келушілердің де қатары көп. Мектеп-интернат, жоғарғы оқу орындарының студенттері, сонымен бірге қаламызға саяхаттап келетін шетелдіктердің де қатары көптен кездеседі.